Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Жазира Қошқарова Әмзе қызы. Мен номері 107 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі боламын. Оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы одағай сөздер. Одағай дербес мағынасы жоқ, адамның көңіл күйін білдіретін, немесе жануарларға қаратылып айтылған сөздер. Одағай сөздер қуану, шаттану, ренжу, өкіну, шошыну, түңілу секілді көңіл күйді білдіретін сөздер. Оқушылар, одағай сөздерге мысал келтірейік. Бәрекелді, алақай. Одағай сөздері адамның қуануын білдіреді. Шіркін, адамның армандауын білдіреді. Хап, тух одағайлары адамның ренжуін, өкінуін білдіріп тұр. Жарайсың одағайы адамның қуануын білдіреді. Келесі оқушылар, одағай мағынасына қарай 3 топқа бөлінеді. Олар көңіл күй одағайы, жекіру одағайы және шақыру одағайы. Оқушылар, одағайдың алғашқы түрі көңіл күй одағайы. Адамның қуану, ренжу, шаттану сияқты сезімдерін білдіреді. Мысалы, алақай деу арқылы адамның қуанғанын білдіріп тұр. Әттең деу арқылы адамның өкінуін білдіріп тұр. Екінші, жекіру одағайы. Жекіру тыйым салу мәнін білдіретін сөз. Тәйт, жә, тыйым салуды білдіріп тұр. Үшінші, шақыру одағайы. Мал, ит, құсты шақыруға байланысты айтылған сөздерді шақыру одағайы дейміз оқушылар. Мысал келтіретін болсақ, шөре-шөре, құрау-құрау, моқ-моқ деу арқылы шақырамыз оқушылар. Оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымыз түсінікті болса, тапсырмалар жұмысын орындауға көшеміз. Бізге берілген тапсырма өлеңдердегі одағайларды дұрыс орналастырыңдар деген. Енді бізге мына жерде өлең жолдары берілген. Көп нүктенің орнына одағай сөздерді дұрыс орналастыруымыз қажет. Осы өлеңнің астында керекті сөздер берілген, яғни одағай сөздер. Бәле-ай, ой, ғажапсың-ау, о шіркін. Осы одағай сөздерді өлең мазмұнына қарай дұрыс орналастыруларың қажет. Бізге берілген тапсырмада өлеңдердегі одағайларды дұрыс орналастырыңдар делінген. Мен керек сөздердің ішінен о шіркін ғажапсың-ау одағайларын алдым. О шіркін ғажапсың-ау көңіл деген, жартас жоқ толқыныңа көмілмеген, құлдырап құламаған қызыңда жоқ, қыран боп шырқамаған кезіңде кем. Екінші өлең. Мен керек сөздердің ішінен ой бәле-ай одағайларын алдым. Бүгін менің туған күнім, ой бәле-ай, мына адамдар неге жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған-ай. Жарайсың Аяжан, тапсырманы өте жақсы орындағансың. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп есептеймін. Оқушылар, үйге берілетін тапсырма 5-ші тапсырма. Қазақстандық батырлар туралы сөз жұмбақты үйден орындайсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңдар.